Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, 3 Б класс. Сабағымызды бастаймыз. Бүгін сәуірдің 17-сі. Аптаның 5-ші күні, пятница, жұма. Сабағымыздың тақырыбы мейірімді өзен. Пишем дату и тему. Дәптерімізге жазамыз. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұнын түсінемін, каллиграфиялық дағдыларды дамытамын, грамматикалық нормаларды сақтаймын. Жаңа сөздер. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Новые слова. Менен кейін қайталаймыз. Повторяем за мной. Ағып кетеді. Беті. Қатады. Мұз. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша айтып шықтыңдар. Теперь пишем эти слова. Дәптерге жазамыз. Ағып кетеді. Беті. Қатады. Мұз. Ағып кетеді, вытекает. Беті, поверхность. Қатады, замерзает. Мұз, лед. Сегодня будем проходить продолжение сказки. Бүгін ертегінің жалғасын оқимыз. Өзен адамдарға ренжиді. Ол суық жерге ағып кетеді. Өзеннің беті қатады, мұз болады. Адамдар өзенге келеді. Өзен, бізді кешір, ренжімеші дейді. Қоқысты тазалайды. Мейірімді өзен кешіреді. Өзен адамдарға ренжиді. Река обиделась людям. Ол суық жерге ағып кетеді. Она вытекает на холодное место. Өзеннің беті қатады. Поверхность реки замерзает. Мұз болады. Там будет лед. Адамдар өзенге келеді. Люди приходят к реке и говорят: Өзен, бізді кешір, ренжімеші дейді. Река, прости нас, не обижайся. Қоқысты тазалайды, убирает мусор. Мейірімді өзен кешіреді, добрая река прощает. Өте жақсы, балалар, видеоны паузаға қойып, өзіміз ертегіні оқимыз. Енді балалар, грамматикалық қоржын, грамматикалық түсінік қалыптастырамыз. Бірінші, көмекші сөздер дегеніміз лексикалық мағынасы жоқ, негізгі сөзге тіркесіп қолданылады. Көмекші сөздер это слова, которые не имеют лексическое значение и используются в сочетании с основным словом. Мысалы, алды, арты, қасы, жаны, сырты, бойы, беті. Алды не имеет значения. Алды, арты, қасы, спереди, сзади, возле, снаружи, вдоль, поверхность. Мысалы, өзеннің жанында. Үйдің алдында. Өзеннің бойы. Вот основные слова, негізгі сөз өзеннің, үйдің. Я? Мысалы, например, менің үйім өзеннің бойында орналасқан. Мой дом расположен вдоль реки. Өте жақсы, балалар. Енді осы
қалыптастырылған грамматикалық қоржынмен және ертегімен жұмыс жасаймыз. Нам задание. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға толық жауап бер. Өзен қайда ағып кетеді? Өзеннің беті не істейді? Адамдар нені тазалайды? Екінші тапсырма. Ертегінің мазмұны бойынша ретімен орналастыр. Первое, что случилось. Второе. Первое. Сөйлемдерді оқып берейін. Мейірімді өзен кешіреді. Добрая река прощает. Баяғыда өзен болыпты. Давным-давно была река. Өзен адамдарға су береді. Река дает людям воды. Адамдар қоқыс тастайды. Люди бросают мусор. Өзен адамдарға ренжиді. Река обиделась людям. Өзен көлшікке айналады. Река превращается в лужу. Адамдар қоқысты тазалайды. Люди убирают мусор. Которые из них первое, второе, третье, четвертое? Найдем их. Үшінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, сөйлемдер құрастыр. Составьте предложение, используя опорные слова. Опорные слова у нас внизу, төменде тұр. Опорные слова тірек сөздер. Беті, бойында, сыртында, жанында. Беті, поверхность, бойында, вдоль, сыртында, снаружи, жанында, возле. Составим предложение. 4 предложения у вас должно быть. Үйге тапсырма, балалар. Осы 3 тапсырманы орындаймыз, маған WhatsApp арқылы жібереміз. Выполняем все эти 3 задания и отправим мне на WhatsApp. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.